Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай алма қосылған өте дәмді, нәзік, биік болып көтерілетін шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге 4 жұмыртқа, ұн, қант, тұз, сонымен қатар разрыхитель, ванилин, алма қажет болады. 4 жұмыртқамызға тұзымызды, қантымызды салып, миксермен араластыратын боламыз. Бізде жұмыртқалық массамыз 2-3 есеге ұлғаяды. Достар, қажетті құрамын описанияға жазамын. Сол жерден қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай жасалынады. Бізде жұмыртқа үй бөлмесінде тұрған дұрыс, және де ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай 2 есеге ұлғайды. Енді ұнымызға ванилин мен разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Араласқан ұнымызды жұмыртқалық массамызға 2-3 бөліп салатын боламыз. Жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Видеоларым ұнаса, жақындарыңызға, туысқандарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте алмамызды осылай қабығынан ажыратып, ұсақтап турап, салып араластыратын боламыз. Араластырғанда көріп тұрғандарыңыздай лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Өйткені біздегі масса басылып қалмауы керек. Осы сәттен духовкамызды 180 градусқа 30 минутқа қоямыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, майын жағып, массамызды құятын боламыз. Менде форма 22 диаметрлі. Көріп тұрғандарыңыздай тестамыз сондай пышный болып тұр. Өте керемет болып тұр массамыз. Осылай бетін тегістеп аламыз. Ендігі кезекте қалған алмамызды осылай жартылап турап, қабығынан ажыратпай, бетіне сәндеп қоятын боламыз. Қызыл алмадан да қойсаңыздар болады, өте әдемі көрінеді. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Қолдау білдіріп отырыңыздар. Алмаларымызды тізіп шыққаннан кейін духовкамызға салып пісіріп алатын боламыз. Піскенін таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Осындай әдемі болып көтеріп пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.